Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге қыста жұмыртқаны қалай туғызуға болады, сол жайлы айтатын боламыз. Көп адамның сұрауы бойынша біздің тауықтарымыз қыста тумай қалды, қалай туғызсам болады деген сұраққа осы видеомен жауап бергім келіп отыр. Сондықтан каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең әуелі тауығымыздың жейтін тамағы мен ішетін суына қатты мән беруіміз керек. Шайдың қалдығы мен осындай витаминге толы көкөністердің қабықтарын піскен түрі, бұлар өйткені үлкен болып жүргенге ойлап қалмаңыздар. Шикі картошканың қабығы деп шикілей болса блендерден өткізіп салғандарыңыз дұрыс. Тауықтарға тағы да бір қажетті витамин, ол капуста. Капустаны осылай іліп қойсаңыздар ортасына 1-2 күннің ішінде тауысып тастайды. Бұның да тауықтардың организміне өте көп витаминдер бөлінеді. Ендігі ең қажетті витамин десем де болады. Тауықтардың суына қосылатын чиктоник деген кез келген ветеринарный аптекадан табылады, және де бұны балапандарға да беруге болады. Осындай 1 литр судың ішіне шамалы ғана құйып аламын да тауықтарыма беретін боламын. Әрине суымыз қыстың уақытында жылы болу қажет, мұздай суды бермеңіздер. Өйткені жұмыртқа тууға жылы судың да өте пайдасы көп. Қорамыздың ішінде ешқандай да жылу жоқ, бірақ осындай күтімдерден кейін біздің тауықтарымыз күнделікті өздерінің жұмыртқаларын туып тұр. 3-4 күнде 1 лоток жұмыртқаны толтырамыз. Тауықтың жылы жатуына бірден бір көмегін тигізетін ол кәдімгі күлді кез келген адам білетін шығар деп ойлаймын, өйткені оның пайдасы да өте көп. Біздің қорамызда жылу болмаса да, осы күтімдерден кейін тауықтарымыз очередке тұрып, осылай туып жұмыртқаларын бізді қуантып беріп тұрады. Тауығымыздың денсаулығы мықты болсын десеңіз, ең алдымен тазалығына мән беру қажет. 2 ай сайын дезинфекция жұмысын қораға және тауыққа жүргізіп тұрған дұрыс деп ойлаймын. Бұл ақпараттар сізге де пайдалы болады деген ойдамын. Сондықтан да парақшама тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне жазып қалдырсаңыздар болады. Сіздердің қойған әрбір сұрақтарыңыз мен үшін маңызды. Барынша жауап беруге тырысамын. Сау болыңыздар.